Армысыздар қадірменді көрермен, Ғабит Кадырбай арнасына қош келдіңіздер. Мен бүгін көптен бері видео салмай кетіп едім. Бүгін Фейсбукта отырып мына жазбаларды көрген кезде бірден ютубқа видео салайын деп шештім. Балдабек Нұрғалиев деген ақын бар. Кезінде бірге мүшәйраға барғанбыз. Оның керемет талантты режиссер, Москвада оқыған. Сол енді соңғы жылдары көптеген жағымпаздық одаларыменен атын шығарды, барлығы таниды. Мән бермей жүретінмін. Сөйтсем кеше мынау Қатар елінде өткен футбол біріншілігі аяқталғаннан кейін, финалдан кейін былай деп өлең жазыпты. Сөз болып па қашқан допты қуғанда, сөз болып па қақпаға гол ұрғанда, айта берме Мбаппе мен Мессиді Қасым-Жомарт Кемел тұрғанда. Жер қадірін білмейтіннен сақтасын, әр қашанда менде жақпын артқа шын. Қасым-Жомарт Кемелұлы бар бізде қорғайтұғын Қазақстан қақпасын. Гол соққандан елге бақты орнай ма, гол соққандан қымбатшылық болмай ма? Қандай пайда Мбаппе мен Мессиден президенттей, солар бізді қорғай ма? Енді не айтарыңды білмейсің. Енді осындай нәрсенің өзін жағымпаздықпен ұштастырып, ел президентін келеке ету ма, әлде шын көңілден арнаған арнау ма, мүмкін сарказммен жазатын шығар. Олай деп ойлайтын себебім, маған арнап өлең шығарасың ба деп жекеме хабарласушылар көп. Бірден айтайын, 5 шумақ өлеңнің бағасы 200 мың теңге. Бұл тек қарапайым халық үшін деп соңғы постында жазып қойыпты ақын. Биліктегілерге басқа баға, Каспий Голд мына нөмірде деп нөмірін көрсеткен. Енді оны сіздерге көрсетпей ақ қояйын. Балдабек Нұрғалиев деп жазсаңыздар, Фейсбуктан жеке парақшасы шығады. Ақшаны аударарда аты жөніңізді жазып, қасында өлең ішінде жазсаңыз жөн болады деп ойлаймын. Осы телефон нөмірінде WhatsApp бар. Төлем жасалғаны туралы ақпаратты сонда жібересіз. Үлгерсеңіз жаңа жылдық жеңілдікті пайдаланып қалуыңызға болады. Орындар сақтауы шектеулі. Жаңа жылдан бастап 5 шумақ өлеңнің бағасы 1 миллион теңге болады. Бір нәрсені айтуды ұмытып барады екенмін. Менің арнайтын өлеңімнің үлкен емдік қасиет қуаты бар. Жарқырайсыз, тазарасыз, жолыңыз ашылады. Бірақ ақша төлейтін кезде бүріспей, тырыспай, шын көңілмен берген абзал. Себебі басқалай жағдайда кері әсері болуы мүмкін. Солай деп жазыпты. Енді соған қарағанда Қасым-Жомарт Кемелұлы Нұрғалиевке ақша төлейтін болса керек. Ал енді оның алдындағы президентіміз бар билігінен айырылып қалған себебі бүрісіп, тырысып төлеген шығар гонорарын, әлде төлемеді ме екен? Сондықтан әсері кері болып тұр қоғамда. Әңгімені өлтіреді. Енді өстіп ойнаймын деп жүріп, бір күні Балдабек досымыз от басып қалмаса ойнақтаймын деп жүріп, өзіне керемет хайптау болды. Осыны пайдаланып, Балдабек Нұрғалиевтің атын пайдаланып, мен де сіздердің лайктарыңызды, пікірлеріңізді, қаралымдарыңызды жинап алуды